бұл орманда келатқанмын. Ол үлкен жүк көлігі еді. Мен ормандамын. Сосын мен қорықпадым. Өткені мен 24 демалысында жұмыс істейтінмін. Міне ол менің машинам. Үлкен көлік. Мен машинаны айдап келатқанмын. Бір кезде алдынан бір әйел шықты. Мен таң қалдым. Өйткені ол әйел бетін жауып алған, кір-кір киім, аппақ еще кір-кір киім киіп алған. Мен тоқтадым да оған бип-бип деп сигнал бастым. Ол түнде қалай қорықпай жүр, оны қазір аш қасқырлар мен аюлар жеп қоюы мүмкін дедім да оны мен көлігіме отырғызып үйіне апарып тастайын деп шештім. Солай шештім мен. Мен оған сигнал бастым. Ол маған менің машинама келіп отырды. Сосын барып, ол көзін жұмып отырды. Ол бірақта өте әдемі еді. Сосын мен кассетаны алып іш пыспасын деп, мен оны музыка салатынға қойын деп отқан кезде ол менің қолымнан түсіп кетті. Ол әйелдің аяқ жағына түсті. Мен оны алмақшы болдым. Бірақта бір иіс сезілді. Малдың иісі қатты сезілді. Сосын мен оны алмай қойдым. Ол көзін жұмып отырды. Бірақ қарасам, оның аяғы тұяқ, кәдімгі аттың тұяғына өте қатты ұқсайды. Мен одан қорқып кеттім. Сосын мен оның артқа әйнекке қарауын сұрадым. Оның артқа әйнекке қарағанын сұрадым. Содан кейін мен оны итеріп жібердім. Мен шошығанымнан мен оны қатты немен итеріп жібердім. Терезе сынып, ол құлап түсті. Бірақта ол артынан сонда да қуып жүре берді. Бір кезде аяқтың тоқылдаған естілдім, тұяқтың. Бір кезде біртүрлі қорқынышты қол менің артымнан қалмай қойды. Еще терезеден көріне бастады. Мен одан қатты шошығаннан көлікті өте қатты бар жылдамдықпен айдадым. Сосын мен бір ауылды жерге келдім. Орманнан шығып, ол мені жайына қоя берді. Иттердің үргеннен ол да жайына қойып, орманда қап қойды. Одан кейін мен ол орманға келмеуді шештім. Еще ол ауылдан көшіп кетіп қалдым. Мен оны бәріне айтпадым. Мен оны ешкімге айтпай басқа жерге көшіп кеттім.